Сәлем достар, бүгінгі видеода сізді жаңа жұмбақтар күтеді, және де оларды табу арқылы миыңызды дамытатын боласыз. Ескерте кетейік, сіз 15 секунд ішінде жауабын табуыңыз қажет. Егер де үлгермесеңіз, бейнені кідірте аласыз. Достар, егер әлі де бәрі бар арнасына жазылмаған болсаңыз, қызыл түймені басуды ұмытпаңыз. Біз бастаймыз. Номер 1 сұрақ. Бір отбасында 3 бала бар. Егер олардың әрқайсының жасын көбейтсеңіз 72 шығады. Ал егер сіз барлық жасын қосындысын жасасаңыз 14 сомасы шығады. Әр баланың жасын табыңыз. Ескерте кететін жайт. Ең үлкен қыз құлпынай балмұздағын ұнатады. Дұрыс жауабы. Мүмкін сіздердің көпшілігіңіз бұл сұрақ қиындықтар туғызған шығар, және құлпынай балмұздағын қандай қатысы бар деп ойлаған шығарсыз. Алайда балмұздақ өте маңызды. Бастапқыда 4 жағдайды қарастырамыз. Біздің білетініміз отбасында бір қыз баланың жасы үлкен. Оны балмұздақ арқылы білген болатынбыз. Осылайша 2 баланың жасы кіші екенін анықтадық. Сонымен бірінші нұсқа дұрыс жауабы болып саналады. Номер 2 сұрақ. Майк 20-шы қабатта болатын. Кенеттен ғимарат құлайтын жағдайға жетті. Алайда Майк 1-ші қабатқа түсуі қажет. Барлық баспалдақтар құлыптаулы екен. Сондықтан Майк төмен түсу үшін лифттерді пайдалана алады. Бірақ та олардың әрқайсында қиындықтар күтіп тұр. Бірінші лифтте улы газ, екінші лифтте кабинасына дейін қайнаған су толтырылған, үшінші лифтте бірнеше улы жыландар бар. Майкке тірі қалу үшін лифттердің қайсысын таңдау қажет? Дұрыс жауабы. Екінші лифтті таңдау қажет. Себебі есік ашылғанда судың бәрі төгіліп қалады. Осылайша Майк тірі қалады. Номер 3 сұрақ. Детектив қоңырау бойынша ұрлық болған үйге келген болатын. Үй иесі тоналғанын айтты. Детектив егжей-тегжейлі айтып беруді сұрады. Үй иесі сейфтегі ақшалар мен зергерлік бұйымдар ұрланғанын және сол уақытта ұйықтап жатқанын айтқан болатын. Ол сондай-ақ осы сәтте үйде 2 бала болғанын ескертті. Бірінші бала телефон ойындарын ойнағанын, екінші бала кітап оқып жатыр деді. Детектив жәбірленушінің балалармен сөйлесіп, бірден тонаушы кім екенін түсінді. Кім деп ойлайсыз? Дұрыс жауабы. Жәбірленушінің өзі. Себебі ол ұйықтап жатқан болса, балалардың немен айналысқанын қайдан білді? Номер 4 сұрақ. 2 ұқсас бейнені тап. Видеоның соңына да келіп қалдық. Егер видеоны лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Сіздермен бірге біз, бәрі бар арнасы.